Ассалаумағалейкүм достар, сіздермен бірге мен бүгінгі видеоның тақырыбынан көргендеріңіздей достар, яғни бүгінгі видеода тек қана кулакпен топ алатын боламыз. Яғни видео басылмайды достар, өтініш сіздерден лайк басып, осы видеоға лайктарыңызды басып тастап, және де менің арнама подписаться етпегендер болса подписаться етіп қойсаңыздар, себебі алдыңғы уақытта өте керемет видеолар шығатын болады. Ендеше видеоға кеттігенше деп өтесінде кетіп тұр қоныстақ. Үшін достар, видеоның тақырыбынан көргендеріңіздей біздер только кулакпен топ алатын боламыз. Неге? Так, үшін достар, мен аккаунтымда өкінішке орай айырылып қалған болатым. Сондықтан да қазір мен бір баланың аккаунтымен уақытша видео түсіруге бір баладан аккаунт сұрап алған болатым. Яғни Ерал деген бауырымызға рахмет. Аккаунтын берді, соның аккаунтымен қазір видео түсіріп алайын деп жатырмын. Енді тек қана кулакпен. Енді бұлған үйренбедім, себебі навиктер онша емес деппін, ойбай. Там мен ойнайтын навиктер жоқ екен. Онша емес деппін ғой. Мен ойнайтын навиктер жоқ екен, сондықтан да үшім үйрен алмадым. Сондықтан только кулакпен топ алайын деп шестім. Енді ендеше так көрейік достар видеоны. Достар, айтпақшы, осы видеоның басында алдыңғы видеода конкурс ойнатқан болатын. Яғни достар, білетін болсаңыздар, 100 алмазға ол конкурста осы бала ұтып алды. Яғни экран бетінде көріп тұрғандарыңыздай, экран бетінде деп ойбай, кім ұтқанын видеосын шығаратын болам. Үшім так, қазір біздер көреміз. Үшім ссылкаңа қойдым, рандомайзер для оператор победитель конкурс. Міне так, Лео қызы деген бір бала шықты, бір бауырымыз, яғни комментарийді өте дұрыс жазған. Енді не дейміз, енді құтты болсын, 100 алмазын салып жіберетін болам. Яғни осы айдиына енді бірінші ең алдымен бірінші маған тіркелген ба, яғни маған подписация еткен ба, соны көрейік. Так, ол үшін біздер қазір үстінен басамыз. Так, үшін көретін боламыз, маған подписация еткен ба, етпеген бе екен. Етсе, яғни 100 алмазын салып беретін болам. Достар, бүгінгі видеода 100 алмаз ойнататын болам. Ол үшін жай ғана маған лайк басып, және де осы видеоға комментарий жазып, және де бір баладан подписация еткен болсаңыз, отписка етіп кетсеңіздер, ссылкасын аписанияға қойып кетемін. Яғни ол балаға подписация етсеңіздер, одан отписка етіңіздер. Достар, өтініш сіздерден, себебі ол кидок бала екен. Үшім сол. Так, ана спонсор қойған балдардың екеуінен, яғни бірінші тұрған бала және де үшінші тұрған балдар кидок болып шықты. Сондықтан оларды мен қазір спонсордан алып тастадым. Және де егер де сіздер соларға тіркелген болсаңыздар, отписка жасап жесеңіздер өте керемет болатын еді. Себебі мен қазір солардың арқаларында аккаунт сақалып отырмын. Егер де солар мен осы видеомды көріп отырсаңдар, базар жоқ, ораза айында ондай тірлікке барғандарыңа сене алар емеспін. Ендеше көңілді музыкамен достар, видеоны ары қарай көреріңдер. Өшім, қазір менде достар вообще аккаунтта қалмады, ақшада қалмады, себебі барлығын солай алып қойды. Және де тағы бір баланың ФК парақшасын ссылкасын алдырып кетемін. Сол балаға просто не жазып, сообщение жазып, яғни неге Ераны алдап кетесің, кидок анау-мынау деп жазып, шағымдану дегенді басып, яғни алаяқтық дегенге қойып, достар, черныйға тапсырсаңыздар өте керемет бұл жерде сіздерге просто от души. Ендеше видеоны көріңдер. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. I'm so fucking ugly inside, and I don't think that I will find my love. I don't think that I will find my home. Devil says that I should sell my soul. You must pay, for your sins, and no, maybe they can save you, my baby, but you must pay, oh yeah. You must pay, for your sins, and no, maybe they can save you, my baby, but you must pay, oh yeah. Thoughts keep running inside my head, and I don't know why, but they want me dead. Where's my God? I just need some help, cause demons keep screaming inside my brain.